жүйелеу систематика грек және систематикасы тәртіпке келтірілген жер бетінде тіршілік еткен және тіршілік ететін тірі ағзалардың туыстық белгілеріне қарай жіктей отырып белгілі бір тәртіппен орналастыру. Тірі ағзалардың жүйелеудің негізін қалаған швед ғалымы Карл Линней өзінің еңбегі 1788 жылы жазылған табиғат жүйесі атты еңбегінде систематиканың негізін жазып кеткен. Бинарлы номенклатура түр терминдерін ғылымға енгізген. Тірі ағзаларды жүйелеуде таксономиялық жіктеу жүйесін қолданамыз. Жануарлардың таксономиясы патшалық, тип, класс, отряд, тұқымдас, туыс, түр, ал өсімдіктер дүние, бөлім, класс, қатар, тұқымдас, туыс, түр. Бұнда назар аударатымыз жануарлар мен өсімдіктердің айырмашылығында патшалық, дүние, тип, бөлім, отряд, қатар. Мысал ретінде үй-үйдің жіктеп көрейік. Патшалық жануарлар, тип, хордалылар, класс, сүтқоректілер, отряд, жыртқыштар, тұқымдас, төбеттер, туыс, қасқыр, түр, иттер.